Мына сұрақтарға жедел жауап беріп көрейікші. Жер бетінде қандай ірі таулар мен жазықтар бар? Таулар қалай жіктеледі? Жазықтың қандай түрлері бар? Еліміздің жер бедері алуан түрлі. Онда биік таулар мен қыраттар, жазықтар мен ойпаттар бар. Жер бедері тау, жазық, ойпат, таулы үстір, төбе, қырқа, аңғар, жыра болып келеді. Жердегі барлық табиғи компоненттері олардың қалыптасуы мен дамуы жер бедеріне байланысты. Адам өмірі де жер бедерімен байланысты. Ежелден адам жазықтарды мекен еткен, өзінің шаруашылық іс-әрекетінде, құрылыста, жол өткізіп, зауыт, фабрикалар салғанда, ол да жер бедерінің пішінін ескеру керек. Қазақстанның физикалық картасы. Жазықтар физикалық картада жасыл түспен боялады. Бұлар ежелгі теңіз немесе көлдердің орнында пайда болған жерлер. Картада жасыл бояудың үстіне сарғыш тақтар түсіру арқылы төбелі жазықтарды белгілейді. Төбелер бір-бірімен жалғасып, қыраттарды құрайды. Таулар картада қоңыр түспен белгіленеді. Ал таулар биіктеген сайын қоңыр түс қоюлана түседі. Еліміздің оңтүстік және оңтүстік шығыс бөлігінде биік таулардың бар екенін көріп тұрмыз. Әлемдік таулар биіктігіне қарай биік таулар, орташа таулар, аласа таулар болып бөлінеді екен. Биік таулардың ұзындығы 200 метрден үлкен тауларға жатады екен. Анда, Альпі, Гималай таулары. Орташа тауларға биіктігі 1000 және 2000 метрдің аралығындағы таулар жатады. Олар Карпат, Апалачы, Скандинав таулары. Аласа тауларға 1000 метрге дейінгі таулар жатады. Хибин, Бұранга, Орал таулары. Биік таулардың басынан қысы-жазы қар мен мұз кетпейді. Арасында сарқырап, тау өзені ағып жатқан терең шатқалдар да болады. Биік таулар биіктегенде орман өседі. Қазақстанның ең биік нүктесі Іле алатауындағы Хан Тәңірі шыңы. Оның биіктігі 6995 метр. Ал ең төменгі нүктесі бұл Маңғыстаудағы Қарақия ойысы. Оның тереңдігі 132 метр. Үстірттің биіктігі 150-200 метрге дейін болады. Үстірт еліміздегі жері мен табиғаты мен жер бедері ерекше аймақтардың бірі. Үстірт жазығында аласа жондар және оларды бір-бірінен бөліп жатқан ойыс ойпаттарды көруге болады. Үстірт шөл аймағында жатқандықтан жазы ыстық 29-40 градусқа дейін болады, ал қыста -12-30 градус суық болады. Ауасы құрғақ, жауын-шашын аз болады. Төбе. Төбенің ең төменгі бөлігі төбенің етегі деп аталады. Ал ортаңғы бөлігі төбенің бөктері деп аталады. Жоғарғы бөлігі төбенің басы деп аталады. Қазақстанның жер бедерінің басты ерекшеліктері мынадай. Бірінші, жер бедерінің жазықтар мен аласа таулары Қазақстанның батысында, солтүстігінде және орталығында орналасқан. Екінші, биік таулы аймақтар Қазақстанның шығыс және оңтүстік шығыс бөлігін алып жатқан шағын аумақты қамтиды. Үшінші, еліміздің бүкіл жер беті оңтүстіктен солтүстікке және шығыстан батысқа қарай бірте-бірте еңіс тартады. Төртінші, биік таулар мен аласа таулар тау аралық аңғарлар мен жазықтармен алмасып отырады. Сендер білесіңдер ме? Шарын шатқалы Қазақстанның қайталанбас әсем жері. Шатқалдың ұзындығы 154 километр. Шатқалдың ортасында Шарын өзені ағып жатады. Шарын шатқалы көркіне көз тоймайтын әсем қаламыз Алматыдан 195 километр жерде орналасқан. Назарларыңызға рахмет.